Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Әлемері каналы біздің жаңадан влогымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі влогта біз өзіміздің демалыс күндерімізді және де шоппинг қалай өткенін барлығын көрсететін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Арнамыздағы соңғы видеоны көріп барлығы шок болып жатыр. Сіздердің жылы комментарияларыңызға көп рахмет. Барлығын оқып, прям күшті болып жатырмыз. Мотивация деген ұрып тұр енді видео түсіруге. Алдыда бізден өте күшті видеолар күтіңіздер. Және де бұл видео пранк болған болатын. Сол себептен уайымдамаңыздар, біз әлі еш жерге кетпейміз. Сіздерге күшті контенттер дайындап қойған болатынбыз. Сол себептен видеоларымызды жібермей қарап отырыңыздар. Ал видеоны созбай, біз бастаймыз. Біз үйдегі қыздармен бірге қазір магазин аралауға шықтық. Мұнда торговый центрде жүрміз, Аружанда. И қазір қарап көріп жатырмыз. Біз, магазинге келдік. И қазір қарап жатырмыз. Қарандаш, қандай күшті аксессуарлар. Вот, посмотрите, ракушкамен и осындай чокер. Прям ұнап тұр маған, бағасы 2690 теңге екен. Өзіме көптен осындай двойка іздеп жүрген болатын. Мынау юбка шорты и осындай үсті рубашка сияқты, блузка. Қазір енді киіп көретін боламын. Все, біз уже покупкамызды жасадық. Мама күйеуіміз алдық киім. Қазір дальше магазиндерде көреміз. Бізде Ханзада қазір өзіне аяқ киім қарап жатыр. Осындай кроссовки, сосын босоножки и шлепка алайын деп жатыр. Біздің демалысқа, осы үшеуін алайын деп тұр. Біз деген вот шоппинг жасадық. Мама өзіне аяқ киім алды тоже. Мен киім алдым, тоже мамамен бірге. Мери алдында алып қойды. Мен алған жоқпын достар әлі. Бірақ қазір алып жүрген жоқ. Вот, бізде күшті шоппинг болып жатыр негізі. Ханзадаға біз уже аяқ киімдер алдық. Сосын маечка и шорты алып жатырмыз. Осы жақтан киімдердің барлығын алып. Мен өзіме шорты алып жатырмын. Наконец-то идеальный шорты таптым өзіме. И Ханзада купальник алып жатыр. Вот, біз қазір де-фактодамыз. Қазір Уайкикиден осындай белдіктерді қарап жатырмыз. Маған как раз қоңыр белдік керек еді. И мұнда 3 в одном, 3 белдік. Бір бағада 3290 теңге. Там арзан, выгодно сияқты. Сол үшін осындай белдік алайын деп жатырмын. Как раз бежевый, қоңыр и қара түсінен бар. Бізде бүгін удачный шоппинг болды. Себебі өзімізге керек заттарды, киімдердің барлығын таптық. Мұнда негізі вообще көп пакет болып тұрған. Бір-біріне біріктіріп, осы ыңғайландырып алдық қолымызға. Қазір енді тамақ ішуге келдік, потому что қарнымыз ашып кетті. Біз деген шоппинг жасап біттік. Қазір енді қарнымызды ашып, бір осындай тамақ жейтін жерге келдік. Өзімізге осындай лимонадтар, мен өзіме кока-кола алдым. Мама мен Алия деген коктейль алдым. Ханзада лимонад алдым. Енді қазір заказдарымызды күтіп отырмыз. Менікі банановый. Біз деген қазір Жөрүйық деген паркке келдік. Астананың кешкі серуені болып жатыр паркте. Күшті атмосфера болып тұр, потому что погода прям әдемі. Осылай вот қыздар болып жүрміз үйдегілермен. Вот, қараңыздар, күшті болып тұр дала. Біз деген Аружан деген торговый центрден жаяуға айтып бара жатырмыз. Қазір Ханзада андай ойнаймыз да? Жоқ, жасай аласың, ойымдама Ханзада бір саған сиеміз. Ақшамыздың бәрін осы жерге қоямыз десе. Давай, Ханзада. Ал, давай, Ханзада, нақтан атады қазір. Қатты күшмен атасың Ханзада, я? Вау, күшті! Мерген, Ханзада! Стойка. Вау! Бізге сыйлық беріп жатыр. Біз отқан затымыз осындай. Қазір көрсетеміз. Бұл бізде үрлейтін пузырькалар. Ау? Вот, Навария. Наш бендіш. Вау! Hazırlanan pizza.
Барлықтарыңызға сәлем қайтадан. Мен душтан шықтым. Бүгін менде наконец-то выходной. Бүгін демаламын. Кеше алдыңғы күні 2 смена бойы үйде болмай жұмыс жасаған болатынмын. И вот қазір үйде ұйқымды қандырып тұрып, таңғы асымызды ішіп алдық. Сөйтіп мен сразу душқа түсіп, қазір душтан шықтым. Ал енді болсам, жиналу керекпін. Бүгінгі пландар менде көп, сондықтан да бүгінгі пландарды жасап тастау керекпін. Себебі ертең тағы да жұмысқа шығамын. Сондықтан да бүгінге көп жоспар қойып қойғанмын. Сол жоспарларды бірге орындайық. Және де Instagram парақшамызға тіркеліп отырыңыздар. Мен онда тікелей жүргізіп отыратын боламын. Сол жақтан тікелей көрсеңіздер болады. Ал сіздерге болса толығымен осы влогта көрсетіп, сіздермен бірге дайындалатын боламын. Фонға музыка қосып қойдым. Енді қазір шашымды кептіріп, тарап, сосын барып боянатын боламын. Оның барлығын енді за кадрым жасайтын шығармын, себебі маған тезірек жиналып кету керек болып тұр. Мен өте жеңіл макияж жасадым. Тек қана бетіме крем жақтым, SPF. Сосын барып көзімді боядым, ерін боядым. Вот осымен менің макияжым аяқталды. Қатты боянғым келіп тұрған жоқ. Одан да осылай жеңіл макияж. Шашым уже өзі кеуіп қалды. Қазір енді киініп, тездетіп шығатын боламын. Уже уақыт болып қалды, потому что. И плюс мен қайқа барып жатқым сіздерге айтпадым. Қазір жолда айтатын боламын. Мен уже келіп қалдым. Қазір салонға келген болатынмын. Негізі маникюр жасатуға шықтым. Вот. Все, мен шықтым маникюрдан. Қазір сіздерге көрсетемін. Бізде Астанада күн ыстық болып тұр. Сондықтан да мен өзімнің алған новый шортымды киіп алдым. И топ, сосын осындай рубашка. Осындай менде look of the day. И менің тырнақтарым, вот посмотрите, қалай болып шықты. Күн ыстық болғанға мен минимум макияж жақтым. Только көзімді боядым и ернімді боялам. Уже кетіп қалды. Короче, вот бетіме SPF жағып, әшейін шыға салдым. Короче, қазір мен енді автобусқа мініп. Мен мұнда почтаға келдім. Қазір Қазпочтаға. Бізге бір посылка келіпті. Сол посылканы қазір алып қайтатын боламын. И сосын, если что, ашып бірге көреміз. Анпакинг жасап жүретінде шығармын. Бірақ оның барлығын негізі Инстаграмға толығымен түсірем. Почтаға кірдім. И қазір іздеп жүрмін. 6-шы ряд и 406 ма сондай болу керек. Соны таппай жүрмін. Все, таптым. 406 деген астында екен. Бірақтан онда коробкалар көп. Короче, қайсысы біздікі? Таптым. Мынау коробка. Ішінде не бар деп ойлайсыздар? Короче, почтада менде проблема болып тұр. Маған, оказывается, свидетельство о рождении керек екен, потому что мен маманың атына жазылған паспортын алып жатырмын да. Бірақ та негізі бізге ғой келген. Бірақ маманың атына жазылып тұрған, сол үшін вот мен қызымын деп сөйту керек. Менде бәрі бар, өзімнің удостоверение маманыкі, но именно свидетельствоны таппай жатырмын. Содан тұрмын енді күтіп, еще телефон зарядка сазақ, соны зарядтап. Мен деген наконец-то алдым. Шештім өтер проблеманы, мерейге, үйдегілерге барлығына звондап. Ал мұнда болса, менің досым Бека тоже келді. Ол тоже почтаға келіп қалды. Прикиньте, зат алуға. Неткен совпадение. Все, мен енді үйге қайта берсем болады. Бірақ та ертең мен жұмысқа шығып кетемін. Сол себепті болмаймын вообще. Бір күн бойы соған енді ойлап тұрмын. Может, тағы магазинге барып шопинг жасаймыз деп. По идее, Мереймен бірге барып шопинг жасаймыз дегенбіз. Мерей жұмыстан шыққаннан кейін әлі алмаған заттарымызды аламыз деп. Бірақтан Мерей, короче, жұмыста әлі. Бізде не деген совпадение, екеумізде де почта. Не алдың сен? Ешке. Бізде Беканың алған затына unpacking. Ал сымыға. О? Что это такое? What the fuck? Эй? What the fuck? Тоқта. В смысле? Ну, сенің атына ма точно? Я, бекарс. Тоқта.
Достар, короче, беканы лақтырып кетті деп. Ема. 5 в одном очке. 5 в одном очки заказ берген, но Айдаладан, короче, бір түрлі бір очки салып жүр. Анша емес. Апасына негізі қазіргі заманда бұндай магазиннен заказ беру интернет, тем более проверенный емес болса. Короче, вот очки қарап жүрмін. Қазір өзіме қайсы жабысып тұр. Қазір біз тағы да бір магазинге келдік. Аяқ киім көруге. И плюс тоже киім көреміз. Біз қазір мама екеуміз вот мама рубашка көріп жатыр. Мен болсам аяқ киім қайсын таңдайтынымды білмей жатырмын. Мама тоже мынау рубашка либо мынау тұр. А вот беріп отыр бізде. Біз деген уже магазин шықтық, осындай аяқ киім, одан кейін тағы да киімдер алдық. Біздің шопинг әлі де жалғасуда. Қазір біз Алматы деген торговый центрге келдік. Қазір осы жерде енді ары қарай киімдерімізді көретін боламыз тағы да. Короче, мен өзіме көйлек алу керек болып жатырмын. И маған осы көйлек ұнап тұр. И осындай, мына ерекше екен, прям әдемі болып тұрды. Қазір қарап жатырмын енді. Мұнда бізде Мерей. Короче, Мерей осындай, шаш болып отқан ес. Осындай тойка киіп көрді. Вроде нормально, вроде нет. Мен осындай көйлектерді киіп көрдім. Осыны и жаңағы розовыйды. Размерлері тура келді. Короче, күшті болды негізі. Қазір басқа магазиндер көреміз. Если что, мен осы көйлектердің біреуін аламын. Сен аласың? Сен ба? Мен все, наконец-то үйге келдім. Посылка. Осымен біздің видео аяқталды. Сіздерге бұл влогымыз ұнады деген ойдамыз. Ұнаса лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді комментарий жазуын ұмытпаңыздар. Және де біздің арнаға әлі де тіркелмесеңіздер, тіркелу батырмасын міндетті түрде басып қойыңыздар. Себебі алдыда бізде өте қызықты видеолар шығатын болады. Сол себептен бізбен бірге болыңыздар. Описаниядан біздің инстаграмды таба аласыздар. Сол жақта сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп, өзіміздің күнделікті өмірімізді қалай өтіп жатыр барлығын салып отыратын боламыз. Сол себептен сіздерді инстаграмда да күтеміз. Келесі видеода жолыққанша сіздермен болған біз Әлем каналом. Всем пока!